Ассалаумағалейкум, армысыздар, санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты, берекелі болсын, күндеріңіз думанды, мерекелі болсын. Бастысы бүкіл әлемде тыныштық, бейбітшілік болып, елімізге ырыс құт ұяласын. Жақсы сөз жарымыз, бір-бірімізге жақсы сөз айтудан жалықпайық. Сөз қадырын, өз қадырым деп білетін қазақтың баласымыз. Бұл сөздің де өзіндік киесі, құдіреті, өзіндік бір тылсым күші болатын барлықтарыңыз мойындайсыздар. Сондықтан да жаңағы әрбір айтылған сөздің қолданыста, адамдарға қарым-қатынаста белгілі бір мақсатта жұмсалуымен қатар адамның көңіл күйіне тікелей әсер ететін жағын кім кісі де жақсы біледі. Десе де біз мынау материалистік көзқарас алға озған нарықтық заман билеген жағдайда анау бір сөз бар ғой, көкейдегі жақсы сөзді базардағы нарық бұзады деп жатады. Енді бұрын кең сахарасында жайлап еркін көшіп қонып жүргенде қазақ сондай дегдар, мәрт болған, керек болса астындағы атын түсіп беруге дайын сондай жомарттығы бар еді. Айтқан сөзінде, уәдесінде тұратын опалы болған еді. Қысқасы сөзге тоқтайтын, жалпы кім кісіге де жылы сөзін айта білетін, тіпті жауына да жамандық тілемеген еді. Оны өзгеге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейтін сөзінен анық аңғарамыз. Және досының ғана емес, қасының да мықты болуын, тұлға болуын қалаған еді. Оған досың да ер болсын, қасың да ер болсын деген мақалы айғақ болады. Құрметті ағайындар, өткен шығарылымда бір мынау Жапон халқының ұзақ өмір сүруінің бір себебі, олардың жаңағы ішіп-жемі, режим сақтауы ғана емес, оларда жаңағы бір-біріне жылы сөз қатысып, жылы қарым-қатынас жасап, себепсіз еш ренжітпейтіндігі басты себеп болатындығын айтқан едік. Міне сөздің құдіреті. Жақсы сөз жан семіртеді. Жақсы сөз тас жүректі жібітеді. Сондықтан да жақсы сөйлей білу ең басты садақа. Садақа сол жақсы сөзден басталады деген дос. Және оның керісінше 10 күнәнің 9-ы тілден деп те айтады. Басқа пәле тілден дейді қазақ оны. Көрдіңіздер ме? Сондықтан енді айта салған сөз ғой, онда не тұрыпты деп сәл қарамағанымыз жөн. Әрбір сөзімізге сақтықпен қарап, саралап, ойлана сөйлейік. Ең жақсысы дейді, тілдеріңді жақсы сөз сөйлеуге жұмсаңдар, жақсы сөз сөйлей алмасаңдар, ең жақсы ауыздарыңды жабыңдар деген хадисте де бар екен. Сонымен, құрметті ағайын, жалпы жан жағымызға жан жылуын жеткізу үшін, мейір шуағын төгу үшін бізде бірінші сондай бір сүйіспеншілікке толы, ыстық ықыласпен, жан семіртетіндей жақсы сөздерімізді аямай айтайық. Мейлі қандай жағдай болмасын, қандай көңіл күй болмасын, жалпы біреуге жақсы сөз айтсақ, оның жан дүниесін нұрландырсақ, оның жаңағы жүзіндегі нұр арқылы өзімізде нұрланамыз. Яғни күннің жарығы енді заттарға түсіп шағылып қайтады ғой. Енді айнаға түскен жарық шағылып өзінің жарық көзіне қайта келгенде ол тіпті де жарқыратып, одан ары жарық көрсететіні анық. Сол сияқты біздің жақсы сөзіміз қаншалық көп айтылса, және адамдардан да соншалық біз жақсы лепес, жақсы сөз көп естиміз.
өйткені сыйға сый болады да. Сол арқылы өзіміздің де жан дүниеміз семіреді, көңіліміз көтеріңкі жүреді. Көңіл күйі көтеріңкі жүрген адам жаңағы өмірге құштарлық артады, адамдарға деген құрметі артады. Сөйтіп тұтас қоғамда адамдардың бір-бірін құрметтейтін, сыйлайтын, тыңдайтын, сөзге тоқтайтын және еш себепсіз ренжіспейтін сондай бір жайма шуақ қоғамдық атмосфера қалыптасатыны анық. Оның бәрі әрқайсымыздың өз қолымызда. Өз тілімізді қандай қару ретінде жұмсасақ, дәл сондай болады. Тілімізді ізгілікке, мейірімділікке, махаббатқа, сүйіспеншілікке толы сөздерменен жұмсайтын болсақ, айналамызға айналайын деп жүретін болсақ, ал біздің атырабымыздан да солай мейірге толы сөздер өзімізге қайтайланып келеді. Мінекей, адамның әдеттегі бір реткі ашулануынан, кейуінен, налуынан, ызалануынан, құсалануынан сан мыңдаған клетка өз өмірін ерте аяқтайды екен. Әр ретінде осындай ашулы көңіл күй жалғаса беретін болса, бізде өлетін клетканың саны да арта түспек. Сол арқылы бүкіл денемізді құрап тұрған клеткалардың өлімі көбейген сайын біздің денсаулығымыздан ақау шығатыны анық. Ол ақаулар көбейе келе біздің ағзамыздағы әртүрлі жерлерінен қайтеді, жаңағындай түрлі ауруларды тудырады. Ол ауру бізді ажалға тез итермелеп жеткізеді. Анау бір ашуланғанда қазақта айтатын сөз бар ғой, өтің жарылып кетсе де айтайын дейді. Адам ашуланғанда өті толады екен. Көбінесе мына өті толып, өтке тас байлану дейді, өттің қызметінің қалыпсыз болуы, бұл көңіл күйі тұрақсыз, ашушаң, жеңіл мінезді жаңағы тез ашуға бой алдыратын, өзінің сабырын сақтай алмайтын, ұшқалақ күйгелек адамдарда көп кездеседі екен. Біз енді қазақта осы кезде қаңғызбалық бар. Бастан сөз асырмау бар. Бастан сөз асырмауда басқаша түсініп қалдық негізі. Бұрынғы кездегі түсінік басқа. Ол кезде жаңағы елдің, жұрттың намысын қорғау үшін, бір әулеттің намысын қорғау үшін өзінікі дұрыс болған жағдайда қарсы жағының сағын сындырып, өзінің шешендігімен, көсемдігіменен, өзінің озық ойлылығыменен, санасының жоғарылығыменен, білім дегдарлығыменен одан асып түсіп, солай басынан сөз асырмаған. Ал қазір қайтеді? Қазір арына салса, арсыз жеңетін заман болды. Жаңағы бір кішігірім кикілжің үшін адамдар атып шығып, аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып, орысша, қазақша боқтықты үйіп, төгіп, төпелеп, ауыз жаптамай, ауыз жаппай, автомат боп жаңағы тілін сайрататын болса, ол қарсы жағының аузын аштырмадым деп, оны өрге бастырмадым деп, өзін бір жеңімпаз санайды. Сол арқылы мен міне басыма сөз асырмадым, намысымды қорғап қалдым деп ойлайды. Ал керісінше сол сәтте ол өзінің жаңағы ашу ызасын шығару арқылы бейне бір стресстен жеңілдегендей болғанменен сан мыңдаған клеткасын ерте өлтіріп жатыр. Және қарсы жақтың да көңіл күйіне ауыр салмақ түсіріп, оның да клеткаларын мезгілінен бұрын істен шығаруда. Сонда кімге пайда? Ешкімге пайда емес. Бәрімізде пайданы іздейміз. Әсіресе мына дүниеден де жан бағыс үшін жанталасып жүргенде көп ақша тауы, атақ абырой ие болу дейтін өзіміздің пайдалы нәрсені, пайда келетін нәрсені көп көксейміз, соған ұмтыламыз, жарғақ құлағымыз жастыққа тимей жанталасамыз. Бірақ ең үлкен пайда неде? Ең үлкен пайда жүректің тыныштығында, әр қадамның дұрыстығында. Бұл әуелгі байлық денсаулық дейді ғой, енді бірінші байлық денсаулық. Міне, сол денсаулықты біз өзіміз осы сөзден бастап, сөз арқылы
құртады екенбіз. Денсаулықтан ерте айырылуымыздың, ұзақ өмір сүре алмауымыздың басты себебі сонда екен. Құрметті ағайындар, әрине 100 жасасақ та қысқа ғұмырда сыйласып өткенге не жетсін. Сіз десіп, біз десіп, жылы жүзбен жүздесіп жүргенге не жетсін. Айналамызға қолымыздан бөліп береріміз болмаса да, осы жылы сөзіміз арқылы өзгенің жан дүниесін жарылқасақ, өзгенің көңіл күйін көтерсек, біздің де көңіл күйіміз сол арқылы көтеріледі. Біздің жүзіміз тіптен нұрланады. Жақсыға мың кісілік орын бар дегендей, өзімізге мың кісілік орын дайындай аламыз. Шынайы достық қарым-қатынаста болғанымыз бәрімізге жақсы. Досы көпті жау алмас деген. Досың мың болса да аз, дұспаның бір болса да көп деген. Құрметті ағайындар, достарымыз көп, дұспанымыз жоқ болсын. Ал ол айланып келгенде тағы да өзімізге байланысты. Өзіміздің айналамызға қандай қарым-қатынаста болуымызға, тілімізді қалай жұмсауымызға, қандай сөз айта алуымызға тікелей байланысы бар. Қысқасы, тілімізді жақсы сөз сөйлеуге жұмсайық. Жақсы сөз сөйлеуге шорқақ болып жатсақ, ең жақсысы аузымызды жауып жүрейік. Әрине енді сақау болмаса кім-кісінің де айтары бар ғой. Шынжыласа соқыр көзден жас шығады дейді. Нағыз жаңағы жеме-жемге келгенде, ашу үстінде адам тіліне ие болмай қалады. Сол сәтте сабыр сақтай алмайды екен. Ал сабыр деген иманның сауыты дейді. Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа деген сол. Сондықтан сабырлылар, құрметті ағайындар.